Бәріңе сәлем. Маған ВК-га көп адамдар 100 000 теңгеге қалай компьютер құрастыруға болады деп жазған болатын. Негізінде бұл вообще мүмкін емес. И то қазір доллардың бағасы да тұрақты емес. Бірақ мен не үшін ачықпын? Мүмкін емес заттарды жасамайтын болсам. Сонымен бұл видеода 120 000 теңгеге компьютер құрастырамыз. Конечно, бұл виртуальный сборка болады, өйткені мен комментариядағы неадекватный критиктар сияқты мажор емеспін. Сосын тағы айтатын зат, комплектующийлар AliExpress пен OLX-тан болады. Все, видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Көп адамдар менен 100 000 теңгеге қалай компьютер құрастыруға болады деп жазған болатын. Сондықтан да олардың бәріне жауап бере бермей, осы видеоны сразу шығара саламын деп шештім. Ал видео сендерге өтетін болса, онда сендерге тағы да басқа осындай сборкалардан көп шығарамын. Кейбіреу сұрау мүмкін, неге видеоның сыртында компьютер 100 000 теңгеге деп жазылып тұр, бірақ сен 120 000 теңгеге құрастырасың деп? Оларға жауабым бар. Барлық адам компьютер құрастырған кезде комплектующийларды бір белгілі суммаға пландап қояды. Мысалы 100 000 теңге болса 100 000, 200 000 теңге болса 200 000. Бірақ та комплектующийларды сатып алғаннан кейін үстіне плюс-минус тағы да ақша қосылады. Бұндай жағдай барлық адамның басынан өтеді. Сондықтан да 20 000 теңге 100 000 теңгеге запас ретінде ғана қолданылады. Атак біздің основной суммамыз 100 000 теңге. Барлық комплектующийларды кезек-кезектен аттарымен және де суммаларын айтып, сосын минустар мен плюстарын бірге қосып айтайық. Бірақ сразу айтып қойайын, менің айтайын деп жатқан комплектующийларымның бағасы сендердің комплектующийларының бағасынан айырмашылығы болуы мүмкін. Қымбат болады, либо арзан болады, немесе сондай бағасында қалады. В общем, қандай болатынын білмеймін, бірақ та менде AliExpressте қандай сумманы көрсетіп тұр, сондай сумманы айтамын. Комплектующийларымызды материнский платадан бастайық. Біздің материнский платамыз Xeon деген процессордың сокетіне келу керек. Сондықтан да материнский платамыз 2011 сокеттегі материнский плата, және де X79 чипсет. Бұл материнский платаның аты хуйда. Sorry for my English. В общем, материнский плата бюджетный сборкаға өте жақсы. Материнский плата арзан болғандықтан оның минустары да плюстары да бар. Бірақ бұл материнканың бір жақсы, материнский платаның плюстары көбірек. Мысалы, плюстарына келетін болсақ, біріншіден бұл материнский платада оперативный памятқа 4 слот бар. Бұл өте жақсы, себебі қазіргі Каспий KZ-тегі новый материнский платаларға қарайтын болсаң, бюджетный материнский платаларды қарайтын болсаң, көбісінде тек қана 2 слот қана болады. Екінші плюсы, материнский платаға M2 SSD салуға болады. Болт. Осымен материнский платаның плюстары аяқталады. Енді арзан материнский платадан бұдан артық плюстарды күтудің керегі жоқ. Плюстары минустарынан көбірек деп айтқаным, бұл материнский платада 2 плюс болса, 1 минус. Яғни бұл материнский плата 4 слот оперативный памяти болса да, двухканальный режимда ғана жұмыс істейді. Бірақ та көбінесе 4-канальный режим мен двухканальный режимнің айырмашылығы жоқ. Сондықтан да бұл минус аса қатты маңызды емес. Осы материнский платаны аламыз. Келесі компьютеріміздің ең маңызды бөлшегі деп айтсақ болады. Ол AliExpress'тегі серверный процессор Intel Xeon. Яғни Xeon E5-2643. Бұл процессор 4 ядрлы процессор және де 3300 МГц-та жұмыс істейді. Бұл процессордың 4 ядро және де 8 потогы болса да, процессордың бағасы 9000 теңге. Яғни бұл процессор i3 9100F-тан мощный. Бірақ процессордың минусы, бұл процессор разгонға келмейді. Яғни процессорды сатып алғаннан кейін дефолтный герцта, яғни дефолтный частотада жұмыс істейді. Ары қарай разгон жасау мүмкін емес. Бұл процессордың TDP-сы 130 Вт. Егер бұл процессорге новый комплектующийлардан кулер керек болса, онда Deepcool Gamma Archer кулерін қолдануға болады. Ал егер бүкіл комплектующийларды AliExpress'тен алайын десеңдер, онда сендерге мына кулерді ұсынамын. Яғни бұл кулердің аты Снеговик. AliExpress'те бұл кулердің өзінің подсветкасымен және де подсветкасыз түрлері бар. Бірақ подсветкалары бар түрлері қымбатырақ болады. Сондықтан да біздің сборкамыз бюджетный болғандықтан біз подсветкасыз түрін аламыз. Бұл кулерде 4 теплотрубка бар, яғни біздің процессорды смело охлаждать ете алады. Және де бұл кулер көбінесе бесшумный, өйткені бұны бәрі таңдайды және де бәрінің отзывы бойынша өте керемет кулер. Кулердің бағасы 8,5 мың теңге. Осы кулермен Xeon E5-2643 деген процессорды аламыз. Келесі алатынымыз ол оперативный память. Тағы да оперативный памятіміз серверный. Яғни сендердің түсінгендерің бойынша серверный комплектующийларсыз компьютер құрастыру мүмкін емес. Яғни біздің бюджетіміз бойынша. Комментарияға компьютер құрастыру туралы видеоңда DDR4 деп айтып, дәл қазір неғып DDR3 алып отырсың деп жазуды ұмытпа. Өйткені бүгінгі видеода DDR3 болады. Бірақ без шуток, біз DDR3-сіз 100 000 теңгеге компьютер құрастыра алмаймыз. Өйткені банально DDR4-ке ақшамыз жетпейді. Осы жол оперативный памяттан описаниядағы ссылкамен кіреміз да, 4 гигабайттық 1333 МГц-тағы оперативкадан 4-еу аламыз. 1600 МГц алудың смысл жоқ, өйткені 1333 МГц-тан 1600 МГц-қа дейін разгон жасауға болады. Бірақ разгон деген ол әркімнің ісі, әркім өзі біледі. Сондықтан разгон жаса немесе разгон жасама деп мен ешкімге айта алмаймын. AliExpress'тегі бағасы 12 000 теңге болады.
Сосын ең қызығы ол видеокарта. Біздің видеокартамыздың рөлі бұл жерде RX 560-ға келеді. Ал AMD-ны түсінбейтіндерге, бұл видеокарта Nvidia-дағы GTX 1050 Ti-дің аналогы. Мықтылық жағынан 1050 Ti-мен бірдей. Бірақ 1050 Ti-ді мен сендерге алуға кеңес бермеймін. Өйткені қазір Каспийдегі новый 1050 Ti-лар өздерінің бағасына сай емес. Бұл бағада нормальный RX 580 немесе 1650 супер сондай сияқты видеокарталарды алуға болады. Менің описаниямда осы бүкіл комплектующияларға ссылкалар бар. Ал егерде сендерде 100 000 теңгеден жоғары тағы да ақша болса, онда RX 570-ті алуға кеңес беремін. Себебі RX 570-тің болашағы көбірек. RX 560 мощный болғанымен, ол 2020 жылғы ойындардың көбісін көтермейді. Сондықтан да егер ақша болса, онда RX 570-ті алған дұрысырақ болады. Екі видеокартаға да ссылка описанияда. Және де память сақтауға X-Ray деген SSD дискті алуға кеңес беремін. Себебі жесткий диск қазіргі 2020 жылға алу ол мазохизм. Лучше память аз болса да SSD алған дұрыс болады. Яғни алғашқыда 256 гигабайт жетеді, бірақ біраздан кейін память жетпей қиналасың. Сондықтан да негізінде 480 гигабайт алған дұрыс болады. Біздің жағдайымызда SSD 256 гигабайт. Бірақ бюджет аз болса 480 гигабайт алудың смысл жоқ. Өйткені қалған заттарға ақша жетпей қалуы мүмкін. Бағасы плюс-минус 10 000 теңге болады. Ал блок питанияны AliExpress-тен алуға кеңес бермеймін. Блок питанияны лучше Каспий KZ-тен, бағасы қымбатырақ болса да эконом жасаудың керегі жоқ. Сондықтан да Каспий KZ-ке кіреміз да 500 ваттық блок питания аламыз. Мен сендерге көп кеңес беретін блок питания ол Aerocool VX+. Бірақ бюджет қатты қысса, онда OLX-тан алуға болады. Ал корпусқа келетін болсақ, онда корпусты OLX-тан 1000 теңге 2000 теңге арасында арзанға корпус табуға болады. Өйткені біздің бюджетке қымбат корпус алуға келмейді. Все-таки бюджетіміз резиновый емес қой. Осымен бүкіл сборкамыздың итогын шығарайық. Бүкіл сборкамыздың ақшасын қосқан кезде, яғни 16 гигабайт оперативный память, 256 гигабайт SSD, сосын RX 560. Осындай заттармен біздің бюджетіміз ровно 100 000 теңге болады. Ал егерде тағы да 20 000 теңге немесе 30 000 теңге қосатын болсаңдар, онда RX 570 пен примерно 120 000, 130 000 сондай аралықта бағада болады. Біздің сборкамыз арзан және де сборка болып шықты. Қазір сборкамызға ойындардағы тесттер болады. Менің сборкам виртуальный болғандықтан, менде дәл қазір ол компьютердің өзі жоқ. Сондықтан да ойындарға тесттерді YouTube-тан іздеу керек болды. YouTube-тан әрең дегенде 3 ойынға ғана тестті таптым. Сондықтан да барға қанағат етіп, осы тестті көреміз. Бірақ осы тесттерді көріп, басқа ойындарда қанша FPS болатынын примерно білуге болады. Сондықтан да қазір осы ойындарға тесттерді көреміз. Бірақ сендермен бірінші қоштасып алайын. Осы видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Егер осындай форматта видеолар ұнайтын болса, онда комментарийға жазып кетіңдер. Тағы да басқа суммаға осындай сборкалар шығарамын. Сосын видеоны достарыңа таратыңдар. Видео бітті. Давайте, короче.